Çok iyi salam o bak. Çok istiyoruz. Babası vermiyor bana. Nasıl tutma? Ülkenler bata versin. Şişe. Bata. Allah mangday baktı olsun, yekeceğiz baktı olsun, öbürlü şükürlük olsun, mangdayla versin, yekebine olsun, hiç zamanlık görmesin, Allah avroyumenen, ağzızda avroyumenen jüre bergey, göç vatanını aldırgay, atanasına adal hizmet edip, sulardan hizmet buyurgay Allah. Adamları kutlu olsun, bәрі de kutlu olsun.
арттан қойып береміз. Қойып береміз. Ұят болады. Болды. Қойып береміз. Ұят болмасын. Келіңіздер, жайғасайық. Қойып береміз аға, қойып береміз. Болды, әнжен, қойып береміз аға. Деген қойдым. Ал енді, құрметті ағайын туысқандар, екінші Ақтасырған осымен бастасақ па деген ниетіміз бар. Қадірлі құрметті жаны жайсаңдар. Қазір алдымызға екінші ыстық ас келетін болады. Мен оған дейін осы шаңырақтың аға жеңгелері, апа жезделері, туысқандары, жиендер қауымын асабаның алдында төріне шақырып алсам ба деген ниетім бар. Дәмехан, Мырзабай, Жақаш бастаған бір топ барша жиендер, аға жеңгелері, апа жезделері, туысқандары, келіңіздер, іні қарындастары ортаға. Ешқашанда ұрыспаңдар, адалдықтың ақтығын әрқашанда тыңшысаңдар. Ал енді тілек өздеріңізден жиендерден бастаймыз ба, жеңгелерден бастаймыз ба? Ағамыздан бастайын деп тұрмыз ғой, келіңіз аға. Қадірменді бүгінгі тауғанақтары баршаңыздың тойларын құтты болсын. Мынау Ырзабайкалары міне Эдергалды перзенттен қызыңды ұзатайын деп барған жерде бақытты болсын. Нәсибі елге елеулі бол, ата-енеңе жағымды бол, ауылыма айбарлы бол, өсімен өліші өлелі бол. Барған жерде қадіріңе сәлем. Баршаңыз тойларың той болсын. Осындай қыз ату, ұлды үйленді тойлар барша маңдайыңыз болсын. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Ырзабай қуаны, бүгінгі халықтың айтып жатқан жақсы тілектерін Құдай қабыл етсін. Балдарымыз бақытты болсын, өскен, өнген бір шаңырақ болсын. Солардың жақсы күндерін көріп сіздерге нәсіп етсін. Тойларың той боласын, балдар бақытты болсын. шығаратындай бақытты, несібелі, берекелі келін болып сіздерге қызметтері бұйырсын. Күйеу баланың қызметі біздер жаққа бұйырсын. Екі жақтың қарым-қатынасы мықты болсын. Мына қосылып отырған екі жасымыз бақытты болсын. Ырзабай Клара тойларын той қыласа берсін. Той жұғысты болсын барлықтарына. Мына жерде аға жеңгелер келмей қалды деп жатыр. Келіңіздер. Бәріміздің айтатын сөйлейтін ниет тілегіміз бір. Тойды жиналыс емес, бейжарысыл жақсылап өткізейік. Ал, ары қарадан келе қойыңыз, жеңеше. Өзіңізден. Бұл бірінші қызықтарым, бірінші қуаныштарым, Нәсиба ағасымыздың той жасап жатсыңдар, болсын, құтты болсын. Барған жеріне тастай бар, судайсың, сіз тойлардың бір жақсы келіні болсын. Аусын, той сізге де құтты болсын, немереңіздің. Сол қалған
Nasiba kızım sol еңбегіңізді ақтап бүгін қыз болып, оқу біткеріп, қолына дипломын алып, ата-анасына 1 жыл көмекші болып, ешкімнің ала жібін аттамай, ізіне жаман сөз ертпей, аппақ болып, бір елдің ақ бұзағасын аттап келін атанға алдырып, қадамы оң болсын, барған жерінде бақытты болсын, қосағымен қосағар сол елдің түтінін түтетіп, әулетін көбейтетін жақсы келін болсын. Нәсиба айналайын, өзім саған көп рахмет айтамын, қыз болса сендей болсын. Мына қалған қыздарыма да жұғысты болсын, осындай ата-анасының жүзін жерге қаратпай, абыроймен, қазақ салтының дәстүрімен ұзатылып жатсын. Сол тіккен отауының босағасы берік шаңырағы биік болсын. Мына құда-құдағайларында келген қадамдары оң болсын. Құдайымна ортаға салынып жатқан алтын көпірлеріміз мықты болсын. Сол енді құда болғалы, әйтеуір сұрастырып жатырмыз ғой пендеміз. Осы құдалардың атына тек қана жақсы, құдалардың адресіне тек қана жақсы сөздерге батыр, жақсы семья, жақсы адамдар деп. Құда-құдағайлар, сіздер де жақсы жерде қыз алып жатсыңдар, жақсы қызды алып жатсыңдар. Үлгілі, білімді, пысық, қолының өнері бар. Әжесіне ұсаған тазайым, сол сіздерге қызметтері бұйырсын. Екі бала бақытты болып, тек қана солардың жақсылығын, қуаныштарын көре берейік. Ертеңгі болатын тойларыңызда құтты болып, абыроймен жақсы атқарайық. Тойларын тойласын. Сәлеметсіздер ме, тойшы қауым? Бүгінгі кештің қонағы қызымыз бүгін босағадан аттаға алдырып, қарағым барған жерің бағыңды ашсын, 2 жастың маңдайы болсын, тек ақ жол тілеймін, шаңырақтары биік, керегесі кең, терезесі тең болсын. Мына қайным мен келіме соңына құда жекжаттарын көбейе берсін, балдарыңыздың бағы жансын, тек қуанышына көруін нәсіп етсін. Мына кіріп келген құдалары қадамдарын құтты болсын. Мына Әмір ағай мен құда болып жатырмыз. Әмір ағай мына елге тәрбие беріп жүрген әріптесіміз. Сіз әйтеуір міне баламызды жылатпай, сіздің ауылға барса бір әдемі келін, қызымдай болады деп үміттенеміз. Сол сіздерге қызметі бұйырсын, үмірлі шүбірлі болсын, соның қуаныштарын көру бұйырсын құда жекжаттарға. Қадамдарын құтты болсын. 2 шумақ әнімді айтайын. Менің де қызым етіне Нәшім кеше ғана былдырлап, жанымызда соңғысын арқалап жүрген балапаным ұшқалыдым қызыма. Еркетай едің, елігін қызым, елікте іздер серігін қызым, бағыңды іздеп бара жатырсың, әкеңнің қимаш жырымен қызым. Құлама қызым, жылама қызым, күнінде мәңгі жылама қызым, әкеңдей қамқор болар-ау деумен тапсырдық сені, құлама қызым, күнінде қызым, жылама қызым. Міне бізде әйтеуір бір жекжатымыз көбейіп жатыр. Сол құда жекжаттарымыз көбейе берсін. Біздің қызымыз сіздің ауылға әдемі қыз келін болып жүре берсін. Алтын көпіріміз бұзылмасын. Ал енді жас жеңгелерден барма тілек айтатындар қосыламыз ба? Қосыласыздар ғой. Қосылғандар бақытты болып жатыр дейді, қосылсын. Жезделерінен, жездесі, бір жездесі. Қызым, ұзатмас, бақытты болайын. Өтеуінен жас болайын. Бақытты болыңыздар. Ал енді қызыл бешпек киіп алған жеңгешем, айменен күнге тегесем, су сұрасам сүт берген, биос берген шашыңды қатырыпсың сүйоспенен. Аға жеңше, тойларыңыз болсын. Еркежан,
2 yıl абай. Үлкен атауларың құтты болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Бақытты болыңдар, бақытты ішінде бәрі. Тек тілерім бақытты болыңдар. Ой, рахмет жеңеше. Қалғандар қосыла шығар енді, иә? Ал енді бір фотоға түсейік, естелікке әдемі той үйлерін ортаға алып. Келіңіз, Мырзабайға. Клара жеңеше, жақсы фото сурет болсын. Ал фотограф қарындасын. Фотоға түсіріп алсаң, нұр үстіне нұр. Ал қараңыздар. Төрлетейік, ағда сырған басына жайғасыңыздар. Келіңіздер жеңгелер. Мен сенің бақытыма қалай жүрем, шынында жүре қалмалым қызым жарып қалай кірдім, күн сайын бұл аспанда жүзгенімден, өмірім білесің ізгенімден. Рахмет. Енді ағайын, арнайы бүгін мына қазақтың дәстүрі әрине жаңа құдаларымыз төрге шығарып, жаңа құдаларымызға құйрық бауыр берген елдің біріміз ағайын. Құйрық бауырды екі ел бір-біріне не үшін асатады? Құйрықта екі ел бір-біріне жұмсақ болсын деген ниетте, бауырдай бауырмашыл болсын деген ниетте құйрық бауыр асатады екен. Ал жеңгелердің дайындаған құйрық бауырын тартсақ па деген ниетіміз бар. Болып баратыр ғой. Тағы 4-5 адам қосып алмадыңыздар ма? Төрлетіңіздер. Асабалайық. Анадағы мен ортаға шаттық шоу ансамблін шақырып алсам ба деген ниетім бар. Сіздердің құрметтеріңізге ортада мұңғыралып қазақтың қарагөз қыздары өзбек биін билесін. Қазақтың қыздары өзбектің биін салатын, өзбектің ұлдары қазақтың үйін салатын заман. Ал өзбек биі сіздердің құрметтеріңізге. Осылай өзбектің биіне, өзбектің қыздары билеп атса бір қазақ ағам айтады дейді ғой. Қайтемін елдің өзегін, Өзбекстанға көшемін, дым болмағанда жатарда дірілдеп жатсын төсегім деп. Енді құрметті ағайын, баршамыз бүгін міне Нәсиба қыздарымыздың ұзату тойына жиылып отырмыз ғой. Қазір енді кішкене көңіл көтерейік. Жалпы осы
салсам деген Насибаның ұжымдастарынан, класстастарынан маған бір 4-5 адам болса. Ұжымдастар, ұлағатты ұстаздардан 3 адам. Мықты білім беретін ұлағатты ұстаздардан жас мамандар кім бар? Ұлағатты ұстаздан міне ойма кім боласыз? Коллегадан бір адам келіңіз. Bir adam şıktı. Daha 2 adam. Dostu. Mına Құдашалардан 2 adam. Ең ақылды басы жақсы жұмыс істейтін. Кім бар? Кел аба, ой бол. Мен бар деді бол. Кел ой аба. Ал. Сондайлар ма? Кел ойыңыз. Екеу болып кім бар? Жиендерден, нағашылардан, туысқандардан. Armanay деп. Armanay. Amoş değil. Gele koy. Şişipseniz Bonçak. Jас mama diye. O kişi çok ağır oldu. Nasiba'nın dostlarından 2 adam. Kim var? 2 adam. İşe gelin. Hiç kim yok var. Nasiba'nın klastaslarca atıp çıkmadır ya tamam. Коллектив вообще келіңіздер шы. Құрдақ жер үшін келмедік қой, давай. Кім? Тәже, айтыңызшы. Бәрі сіз тыңдайтын сияқты. Міне, класстасы қызы келді. Міне, келіңіз. Құдалар жақтан да болсындайды. Міне. Абайдың ағасы ма? Ағасы ма? Келіңіз, ат салсамыз. Ойынға. Ойын оңай, ағылмай жүгірмейміз. Келіңіздер, жақын тұрайық. Туысқандардан, Насибаның туысқандары, інісі немесе ағаларынан. Bir adam, сосын жеңгелерінен bir adam. Келіңіз, давай атсалсаңыз. Келіңіз. Ұялатын ештеңесі жоқ. Осындайда атсалыспаса. Келіңіз. Кім бар? Абылайдың басында шаппаған, атаның басында шапасын ба деген екен бая. Осындайда жоқ па, болды ма? Шығатындар бар ма? Желаниясы барлар. Шығарып алам мен, байындамаңыз. Құдаларда, жаңа құдаларда бір адам, еркектер вообще аз болып қалды да жерде. Адам айтып еді, қазір әйелдер билейтін заман деп. Соған мысал болып тұр мынау. Еркектер қайда? Вообще жоқ па не? Бір! Келіңіз, шеше, бар ма? Кел, шеше. Ой, не айналып жүрміз. Кім бар? Айнұр, тағы ел адам ба? Айнұр деген бар дейді осында. Тұрайық бәріміз бір қатарға. Ойының аты мен ақылдымын деген ойын. 1 менен 12-ның арасында 3-ке бөлінетін сандарды айтпаймыз, Ол 3, 6, 9, 12. Сол сандардың орнына мен ақылдымын деген сөзді қолданасыздар. 1-ден 12-ге дейін саналамыз. 1 мен 12-ның арасында 3-ке бөлінетін санды айтуға болмайды. 3, 6, 9, 12-ні айтуға болмайды. 12-ге барғаннан кейін тағы 1-ден бастап саналып кетеміз. Жаңағы сандарды айтуға болмайды. 3-ке бөлінетін санды айтуға болмайды. Бірінші көрейік. Түсінбедім? Түсіну үшін не қылу керек, тыңдау керек та? Қазір айтамызсың. Не болып отыр аяқта? Түсінді, мына кісілер түсінді, кет. 1 дейсіз ғой. 1, 2, 3-тің орнына мен ақылдымын. Дұрыс. Баяғыда нағыз түреген ғой, кет. Бірден бастайсың, ярмасында бар. Не деген ұстасыңдар ма өзі? Басына. 1, 2, 3-тің орнына мен ақылдымын. 4, 5, осылай кете береміз, Ойбай, абырайды істеп атсыздар ма өзі? 1. Насиба, мен үйретіп атсыңдар сендер. Жалпы, бір зат білем айды? Мен түсіндірейін. Мектептегі түсіндірейін. 1 менен 12-ге саналамыз.
ikinin arasında 3'e bölünüp sanaydığa bolmaydı Xudoy. 1, 2, 3'tün ornuna men akıldımın, 4, 5, 6'nın ornuna men akıldımın, 7, 8, 9'tun ornuna men akıldımın. Naks bärin bilipdir, öndemegin. Түсіндіңіз бе енді? Ой, бaba. 1, 1. Men akıldım. Ой, краса, не деген білім. 4, 5, men akıldım. 6. Давай, сыва. Почти. Есеп өлдім. Давай. 7. 7. 8. 9. Мен ақылдым дейсің, брата. 9 3'e bölünеді ғой. 9. Давайте, енді шатаспаңыздар. Енді шатасқанды ойыннан шығарып, приз дайындап отырыңыздар. Бірінші рет сіздерде адам көріп отырмын мен. Намысым. Келіңіз, жақындаймыз. Кеттік. 1, Men akıldım. 4, 5, men akıldım. 7. 8, Men akıldım. 10, 11, men akıldım. 1, 2, Men akıldım. 4, 5, men akıldım. 6. Oldu. Bak diye priz veremeyiz. Rahmet. Әйеліме олай түсіндірмеппін мен бар ғой. Екі айтқаннан түсінетін әйелім, бір айтпасақ та. Жақын тұрыңыздар, жақын, көріп тұрсын. Ал ең мықтыларға алып жатыр ағайын. Кет. 1, men akıldım. 4, 5, Men akıldım. 7, 8. men akıldım. 10, 11. Men әдемімін. Өзіңіз комплимент қолдабасыз. 1, 2, Akıldım. 4, 5, Akıldım. 7, 8. men akıldım. 10, 11. men ақылдым. 1, 2, men akıldım. 4. 5, men akıldım. 6. Neyse adam. Özür. Alma şimdi bırak bile yediniz. Ol da çok elim. Ömüşek әйелдермен қалды. Рахмет аға. Ал кет. 1, 2, мен akıldım. 3, Мына кісіге енді кішкене жақындырақ бір шанс беремін тәте. Сіздің 100 жыл екен кішкене жақын. Мына жаққа баратыңыз ба? Ортаға. Ортаға. Ал кет. 1, akıldım. 4, 5, akıldım. 7, Men akıldım. Келіңіздер, ренжімеңіздер. Келіңіз. Ал міне, 5 адам қалды. 1, 2, мен akıldım. 4, men akıldım. Оңай ғой, мынаның шыны керек. Мынау түсініп алатын уақыт болды ғой, айшы мен ағамын деп. Кет. 1, 2, мен akıldım. 4. 5, Men akıldım. 7, 8, men akıldım. 10, 11, Men akıldım. Молодцы. 1, 2, men akıldım. 4, 5, men akıldım. 7, 8, Men akıldım. 10, 11. men akıldım. 1, 2, men akıldım. 4, 5, Men akıldım. 7, 8. men akıldım. 10, 11, men akıldım. 1, 2. men akıldım. 4. 5. Men akıldım. 7, 8, men akıldım. 10, 11. men akıldım. Орын ауысыңыздар. Жаттап алдыңдар ем жүр. Жаттап алдыңдар кісілер жүр. Кет. 1. 2, men akıldım. 4, 5, men akıldım. 7, 8, Men akıldım. Тоқтауға болмайды, тоқтаған адам ойнаш. 10, 11, men akıldım. 1, 2, men akıldım. 4, 5. men akıldım. 7, 8, men akıldım. Men akıldım. Екеуің бірдей қалай ақылдысыңдар ма ше? Шамалап қояйық класстас екен. Міне, ерекше. Ал енді бір жеңешем сосын 3 жыл аға ұстаз қалды. Басында бірге шығып еді, әнді әкірдісі өргетін әкісілер. Қай пәнмен бересіз? Английский. Сіз? Соцпедагог. Ойбай, не деген мамандықтар ма? Орыс тілі. Сөйтсе апа.
Шымалғанда патолог орыстың ғой? Кет. Баяғы мен Абырай Алтынсарайында орыстың қыздарымен танысу үшін жатпайтын негізі. Не қылып тұрсың? Мен ақылым 5. Мен ақылым 7. 8. Мен ақылым 10. 1. Мен ақылым 1. 2. Мыналар ұрысып атқан сияқты біреу. Мен ақылым 4. 5. Мен ақылым 7. 8. Мен ақылым 10. 11. Мен ақылым 1. 2, Мен ақылым 4. 5. Мен ақылым 7. 8. Мен ақылым Молодец тетесі. Вообще, түйе қартайғанда ботасына ерек дейді ғой молодец. Өтіп образ жасамас, Нұрбал Габдуллин ұқсап. Кеш? Мен ақылым 12. Ал? Ренжіміз. Міне, үшеуі қалды. Жақын тұрайық. Бәрі бірге тамашаласын. 3 мықты азаматшалар қалды ортада. Тексіз айтамыз енді. Тоқтауға болмай. Кет. 1. 2. ақылым 4. 5. Мен ақылым 7. 8. Мен ақылым 9. Ренжімеңіз. Келіңіздер, ортаға жақын тұрайық. Міне ғой. Мен ойлаған басында осы кісілер қалады-ау десем, осы кісілер шынымен қалды. Кет. 1. 2. Мен ақылым 4. Мен ақылым Жоқ, жеңгесі ма? Жеңге. Давай, бір шанс сізге де бердік қой мана, е? Бір шанс берейік. Кет. 1. 2. 3. Сізге мана бір шанс сұрсын. Тым жақсы келін не болды? Көз тиді ма сізге? Жеңеше ма? Таканса ма? Бір ер азамат бар ма? Мына кісін жеңетін. Ер азамат бар ма? Кім? Шынайы тойға келген, шынайы. Бір. 2. Жоқ екен, көрдіңіз ба? Жеңдіңіз, жеңгесіне бір шапалақ ұрайық, міне. Егеше рахмет сізге. Шынымен ең мықты, күшті басыңыз істейді екен. Күйеуіңіздің аты кім? Арсенхан. Қандай? Арсенхан. Қайда бұл кісі? Бар осы. Не? Айсара ұқсап сөйлеп тұрсың келін жанында. Қылышбек десеш? Қайда қылышбек? Атымды өзгертемін-ау деймін осы деген дейіп отыр ғой. Қайда бұл кісі? Шақырыңызшы. Қылышбек. Қылышбек. Қылышбек десе Қылышбек дейді. Бағып алды баттар. Қылышбекке таяқ жеп жүріңіз. Кел. Енді ағайын, бүгінгі тойда арнайы сіздерге керемет ән жолдайтын Нұржан деген бауырым келіп отыр ағайын. Мына село Шымалғанда тұрады. 2 баланың әкесі, Instagram, YouTube желінде қайырымдылық қормен айналысатын, жағдай жоқ отбасыға азық-түлікпен көмек көрсететін Нұржан деген бауырым келіп отыр. Бұл енді шыны керек әнді жан дауысына орындай. Ән біткеннен кейін, музыка біткеннен кейін жан дауыс айтқанында бір куплет 5 музыка айтып берейін. Ал, қабыл алыңыздар. Bakın nasıl bağlarım, el
бар адамдар жасармайды деген шығып жағында. Ал енді ағайын, құрмет қадірлі жайсаңдар, өмірдегі көліген жүзіп жүріп өтерсің, дүниедегі шөлеген бейнетпен зорға жетерсің, алтыннан сарай салмейлі, бәрібір тастап кетерсің. Тіршілікте сыйлассаң, мұратқа сонда жетерсің деген ағайын. Енді осы тойда арнайы тіршілікте сыйласып жүрген бүгінгі Ырзабай ағамыз бен Клара анамыздың барша жора жолдастары, құрбы құрдастары, класстастары, тай құлындай теңіз өскен достары, замандастарын асабаның алдындай төріне шақырып алсам ба деген ниетім бар. Бар болсаңыздар ортадан табылайық, аулаңды таспен емес, доспен қорша деген Ырзабай ағам ауласын таспен емес, доспен қоршаған жандардың бірі. Барша құрбы құрдастар, класстастар, келіңіздер ортаға ұжымдастар. Билет, билет! Ырзабай ағамыз бен Клара анамыздың тарихын білетін құрметті замандастардан жақсы бір тілек болса, кімнен бастайық? Дұрыс. Бір имам, қалған имамдар сөйлейік десек, тегіз. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Міне, бүгін біздердің бастарымыздың қосылуына 2 жас. Айналайын бақытты болыңдар, өсіп өңіңдер, үлкен азамат, азаматша болыңдар. Ата-анадан қызмет етіңдер. Құдалар отырған төрлері құтты болсын. 1000 жылдық болын, 100 жылдық күйе бол. Сіздің ауылда той болсын, тойларға барайық, тойларда кездесейік. Ырзабай, Клара, базар бақытты болсын. Міне, Ырзеке, Клара, алғашқы тойларымыз құтты болсын, тойларың тойғаласын. Міне, құдалар төрге шыққандарымыз құтты болсын. Қызым Насиба, Ақтай, барған жеріңде бақытты болам деп емес, бақытты қылам деп бар қызым. Біздің үмітіміз ақтайды деп ойлаймын. Жастар бақытты болсын, Ырзеке. Тойларыңыз құтты болсын, қызымыз бақытты болсын. Құдалар, сіздерге қызымыз адал келін болсын, жастар бақытты болсын. İşarı koşuğum, kızlarımızda kutlu oluna kullanırlar isteyen bargan yerine tastayı bakımsızday sılsın. Kudalar bölgen alған orunlarınız kutlu olsun, zavuklarınız kutlu olsun, 100 жылдық болсын. Барған жеріне өсіп өнсін, тойларыңыз той боласын, той бәріңізге жосты болсын. Ырзабай, Клара, қыздарымыз бақытты болсын, бақытты болсын, білімі айтылған мектебінде қабыл болсын. Ырзабай, Клара, тойларың құтты болсын, қызымыз бақытты болсын, барған жеріне тастай барып судай сіңсін. Құда-құдағайлар төрге шыққандарың оң болсын, алтын көпірлерің мықты болсын, бақытты болсын балдар. Міне, Ырзабай, Клара, бүгінгі тойларымыз құтты болсын. Келсек тойға келейік. Екі жас бақытты болсын. Осы барлықтарымыздың үйге барсақ, тойға барайық. Жақсы күндер көп болсын. Ырзабай, Клара, бірінші қуаныштар құтты болсын. Құдайым, Құдам маңғышылық
келді ғой. Қызымыздың бақыты болсын. Барған жеріңді сүрдесін тастай бақытты келін атансын. Бәріңізге де жұмыста болсын. Бұлай кезік қойғайды. Кім барда? Қосылыстырма, міне ең жанашыр достар осылай болады негізі. Аман болай, қосылған тілек қабыл болсын, осындай қыз ұзату, ол үйлендіру сіздерге де жұғысты болсын, Алла қаласа. Енді бір фотоға түсейік, замандастарымен естелікке жақсы бір фото болсын. Келіңіздер, қартаймаңыздар, ортаймаңыздар, әрқашан осылай той тойлаңыздар. Al енді қадірлі ағайын, жалпы қазақта керемет қанат сөзі бар ғой.
андан кейін осы тойға баулып жүрген өзімнің өнердегі бауырым, жалпы мен өзім біреуге шәкіртпін, бірақ енді Алла қаласа шәкірт дайындайтын жаста емеспін. Бірақ енді білмеймін, мені ұстазым деп жүрген жандар көп. Соның бірі Жанболат деген мен шәкіртімді ортаға шақырайын деп отырмын. Сіздердің құрметтеріңізге өз өнерін тарту етсін ағайындар. Ал Жанболат асаубалдарыңыз. Ал енді ассалаумағалейкум, той құтты болсын, думанды кешіміз баршаларыңызға жұғыс болсын. Бір қошеметтеп қол соқпаңыздар ағайындар кейі. Ал енді мына осы әулетіміз келіп жатқан күйеу бала құсын құтты болсын. Мына қадірлі Залип ағамыздың жақсы бір керемет сөзі есіме түсіп тұр. Білмейді де екенбіз, бақыт деген екенбіз, аяқты екен, қолды екен, көз жанары болды екен, құлақта, жүрек жалғыз бірақта. Сондықтан да сол жүрек елеңізіп елшіреп, естісем де білемізін іздейді екен егізін дейді. Сыңарып тауып келіп жатқан жастар бақытты болсын. Пайғамбарымыздың өзі күйеу болсын, сыйлаған қалып түсті ағайындар. Тойларыңыз құтты болсын. Енді рұқсат болса осы асабаның алдындай түріне жақсы ісіне тілектерді жалғастырып өте, өз қуанышымызға келіп отырған Насибаның барша коллектив достары, ұжымдастары, класстастарын шақырғым келіп отыр. Аттарыңызды атап, сендеріңізді түсірмей, барша сыныптастар, коллективтар, ұжымдастар ортаға билеп-билеп келіңіздер. Ал енді қош келдіңіздер. Тұлбарыңыздыңызда ағайындар күніне туысты. Осындай той сіздердің шаңырақтарыңызға болсын жұғыс дейміз неге. Араларыңызда бір үлкендеріңізден бастайық. Ал салам алейкум, тойшыл қауым. Тойларыңыз құтты болсын. Насиба жаным, бақытты бол. Біз Насибамен 4 жыл бірге жұмыс істедік. Өзім 4 жыл жұмыс істедім. Насибаның деген бір жаман қылығын көрмеппін. Үлкенді үлкені, үлкендей, кішіні кішкендей құрметтеп, сыйлап жатады. Бәріміз де сол сыйлағаннан кейін бізде әлгі сыйлағаннан құл бол дегеннен кейін сол Насибаны кішкенде болса да біз ұжымымызбен келіп, өстіп тойға келіп, бақыт тілеп, кетейік деп келіп отырған жайымыз бар. Ал енді Насиба не деймін? Не дейді? Қыз шешесі көрген тон пішер дей ма? Не дейді? Иә, қыз көрген, шешесін деген тәрбиесін көрген, мен осы оқымшыны керек. Қыз деген тәрбиелі, өте жақсы қыз. Мамасына қараңыздар, тура сондай болып өсет деп өзім үміттенемін. Ал енді бәрлеріңізге жақсы отырыс, көңіл күй, өстіп тойдан тойға кездесе берейік. Біз әлі карантин деп карантинда деген бәріміз отырып бағамыз ғой. Сөйлеуге де неміз болмай қапты. Бағана сөз жетпей қапты сөзімізде. Мұтып. Ал енді осы карантиннан бәріміз аман есен шығып, өз тойлап, бәріміз деген үлкен дастарханда кездесе берейік. Әр үйде осындай той жайылып, дастархан жайылып, той болып, тек қана жақсылыққа жүре берейік. Ағам, тойларыңыз құтты болсын, Насиба бақытты қыз болсын. Насиба жаным, бүгін үлкен өмірге дейміз ғой, қадам басып жатырсың. Жарыңменен бірге бақытты бол, өмірдегі бар жақсылықты тілеймін, әрқашанда арманың орындала берсін. Құрметті тойшы қауымына тойларыңыз құтты болсын. Клара апа, аға, бірінші тойларыңыз ғой енді. Тұңғыш дейді ғой, өзімізге Насибаны қимаймыз, негізі бар ғой. Сол мен Насиба жақсы келін болады деп ойлаймын өзім. Насибадай қыз жоқ. Сол тойларыңыз құтты болсын. Бірінші тұңғышыңыз ғой енді сіздердің. Сол манадан бері жақсы тілектер айтылып жатыр. Соның бәріне қосыламыз. Насиба бақытты бол, өмір жасы ұзақ болсын. Түсіп атқан жеріңде сенің жақсы жер негізі. Танимыз, түсіп атқан жер мамаңды, папаларыңды бәрін. Осы Шамалған ауылының несі ғой, тұрғындары. Сол түсіп жатқан жеріңде жақсы жер негізі. Сол өзіңнің тәрбиелегені мамаңа қарап, сен жақсы келін болады деп ойлаймын. Сол манадан бері жақсы тілектер айтылып жатыр қайта-қайта.
туған туысқанның бәрі сол бақытты бол, сол жаста келін бол, сол атаң мен енеңді құрметте, сыйла, сол бақытты болыңдар. Насиба, абай, тойларыңыз құтты болсын. Екі жаққа да құтты, берекелі той болсын. Әрбір басқан қадамдарына гүл бітсін. Бақытты болыңдар, өмірлі шүбірлі болыңдар. Біз өте қуаныштымыз. Осындай жаңағы әдемі той болып жатыр, әдемі келін, барлығы жарасып тұр. Қарап көзіміз тоймай отыр міне. Насибаны біз өте қатты сыйлаймыз, сыйлағандықтан осылай келіп тұрмыз міне. Сол әрбір ортада абыройларымыз арта берсін, барлық жақсылық тілейміз. Семействоне аға өте тойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз тойласа берсін. Насиба абай, сендерді осы келіп жеткен тойларыңмен құттықтаймын, асыға күтті болсын енді. Отбасыларың енді тұрып жатқан берекелі ерім отбасылардың бірі болыңдар. Алдағы уақытта үлгі ұстар отбасылар болыңдар. Екі жаққа тиімдей қызметте болып, екі жақтың тек қуанышы көз айқын болып жібермеңдерсін деп тек бақыттан тілеймін. Рахмет, рұқсат болса осы қыз жолдасты шақырып алайын, ақ тілегіңізді арнап берсеңіздер дұрыс деді болар еді. Қыз жолдас келіңіз мінекей. Қыз жолдас келіңіз. Енді осы қуанышымызға келіп отырған ұлағатты ұстаздардың барлығы шықты ғой, ұжымдастар, коллективтар, қалып қалмаған ешкім жоқ қой. Қош келдіңіз, ақ тілек өзіңізден болсын. Бүгінгі былайша айтқанда қобалжың күндердің бірі ғой. Насиба мен абай бақытты болсын. Барған жеріңді бақытты қыл, Насиба. Абай саған айтамын, Насибаны саған аманат етіп тапсырамыз. Тек қана бақытты, қуанышты күндерде жыға берейік. Қойдан тойға басаймыз. Рахмет, айтқан тілегіңіз қабыл болсын. Тағы да ақ тілек арнайтындарыңыз бар ма? Қалғандарыңыз қосыламыз ба? Рахмет, бәрекелді. Біз Асылмай балабақшасының атынан өзіміздің сыйлығымыз келеді, соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Рахмет еке, сый-сияпаттарыңызды табыстап, естелікке осы ұжымдастар бір суретке түсіп алсаңыздар болатын екен. Той құтты болсын. Естелікке бір суретке түсіп алайық. Келіңіздер, той елермен бірге. Ал қарайсың.
Баяғы осылай бәрі пайыз келіп жатса төрде болған апам айтады дейді ғой. Енді білдік кіммен кімнің жүрегінде. Келіңіздер, жайғасайық. Ойынның орнына келді. Құрметті қадірлі ағай, 40-ына шыдады, 41-іне шыдауға болады деп ойлаймын. Өз басым барлық енді жалпы уақыт өз сағатымен, өз уақытымен болған дұрыс. Тойыңыздікі, уақыт алладағынікі. Дегенмен де осы қуаныш тойға жаңамен тойдың басында апа жезделері деп ортаға шақырған болатынмын. Естімей қалған апа жезделеріміз бар келе осында. Ақ болсаңыздар, ортадан табылайық, аттарыңызды да түстеріңізді түстеп атқан жоқпыз. Құрметті апа жезделері, келіңіздер ортаға. Апа жезделер. Сәл маған жақын тұрсаңыздар, тағы келмей отқандар жоқ па? Жеңгелер де бар ма, шықпай қалған? Тауық шашқан, шұқи, тамада берген оқиды, мен жаңа жеңгелер деп шақырған болатын. Бар болсаңыздар, ортадан табылайық. Келіңіздер, ортаға. Келіңіздер, сирақтан бүйрек шығармай, ақ тілек айтуға рұқсат Алладан. Кімнен бастайық? Арамызда 4-5 адам, қалғандарымыз қосылайық. Кім? Шешем бар дейді осында, келе қойыңыз. Ауылдан келіп отыр ма? Саған. 2000 километрді артқа тастап келіп отқан жеңгемізге бір шапалақ ұрып қояйық ағайын. Рахмет. Жаңа музыка жақтан келіп жатсыз ба? Иә. Сәлем баршаңызға, қайырлы кеш. Мына бүгінгі кештің себепшісі 2 жас. Бақытты болсын, шүкірлі болсын. Қызым ұзатылатқан қайным тойың құтты болсын. Денің сау болсын. Осы қалған балдардың қызықтарын көріп жүре бер. Тойларың көп болсын. Той қаласын. Аға жеңге, мына ұзатып жатқан қызыңыздың бақытты болсын. 2 жақтың алтын көпірі құтты болсын. Насиба жаным, барған жерінде тастай батып судансын дейсің. Қарабас әулеттің атағын шығармайсың. Қолыңа тапсырдық абайлар ұстап, бәйтерек етіп, өніп өсуіңізге тілегімді білдіремін. Тойдың себепшілері аға, жеңше, тойларыңыз құтты болсын. Ұзатып жатқан қыздарыңыздың бақытты болсын. Барған жерінде тастай батып судайсыңыз. 2 жаққа теңдей қызметтері берсін. Қолдарыңызда аман болсын. Жақсы дендері сау болып, Құдайым ендігі жылы есік тойларына да осылай отыра бермейміз. Бақытты болыңдар. Аға жеңге, бүгінгі алғашқы қуаныштарың болсын. Насиба жаным, күйеу баламенен бірге мына өмір жолында теңдей жол жүріп, өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Бақытты болыңдар. Папа, мама, алғашқы қуаныштарыңыз құтты болсын. Осындай Насиба жаным әпкем, қамқоршы, аңқоршы жанашырым. Барған жеріңе барып жатсын, бақытты бол, жездемізбен келесі жылы бесік тойға, одан кейін тағы да басқа қуаныштарға әрқашан осылай басымыз қосылып отырайық. Ал енді кім бар дағы ақ тілек білдіретін? Келіңіз, түйіндеп беріңіз. Аға, тойларыңыз құтты болсын, Насиба жаным бақытты бол, барған жерге тастай өтіп судайсың. Осы жерде отырған қойшылардың бәріне осындай көйлектер дендерін сау болсын. Ал енді тілек қабыл болсын, қадірлі ағайын туысқандар.
Айтың деген күндеріңізге қарағанда шіркін деген тәтті күндеріңіз көп болсын. Енді бір фотоға түсейік естелікке. Келе ғой. Мына қызында қайтпай деген фото түсірді. Мен де фотоға ішінде одан қайтпаймын. Бұл қыздарға да болмай емес, 5 сағат бір тесікке қарап жүру. Ал түсіріп ала ғой. Жақсылар естелік әдемілеп. Аға жеңгелер суретке түсіп алыңыздар. Ал қараңыздар. Естелікке. Рахмет, төрлендейік. Ағдастырған басына жайғасы қорғысы қалдылар. Енді, құрметті ағай, жаңа құдалармен жаңа танысқан болатынбыз. Мен енді ортаға бүгінгі шаңыраққа күйеу бала болып келіп жатқан Абайдың ағасы Нұрбол деген өнердегі алтынғы толқын бауырымыз бар еді. Сол жігіттен бір керемет ән болсын жаңа құдалардың атынан жүрегіңді махаббатың өртесін деген керемет әнді тарту етсін. Нүрекең ортаны өртесін. Ағайындар бір қошемет соғып қойыңыздар. Абайдың ағасы. Екі жас бар досы көңілден өтеміз. Көбірек. махаббатым жүрегің өртесін деп әр шырқап жатыр ағайын. Енді құрметті қадірлі ағайын туысқандар, қазақта керемет сөз бар. Көршің байса қуаныңыз, қуанғаннан намысын құламайды. Өйткені сізге бөліп бермесе де қол жайып ештеңе сұрамайды деген. Көрші ақысы, тәңір ақысы, туысқаннан бірінші болып жаңалықтыра қайғыңды естетін ол көршілік ағайын. Сол себепті бүгін қуанышты алғашқы рет естіп, осы қуанышқа қатты тілетіп келіп жатқан барша көршілер елдің асабаның алтындай төріне шақырып алсам ба деген ниетім бар. Ал көршілер, келіңіздер ортаға.
Бірін көріп жүрген қадірді көршілер, өздеріміздің әпкелеріміз екен, жеңгелеріміз екен, тілек өздерімізден көршіңмен таным атады, көршіңмен күнің батады, кейде оның балдары бір-біріне ұқсап жатады дейді. Не күлетін нәрсе емес пе, ойлап өсесін ұқсамай ма көрші деген? Кімнен бастайын? Кек саған. Мен тұрғанда кімнен бастайсың? Осы ауылдың, осы көшенің үлкен бердің. Сондықтан енді ағайындарына өзіміздің болған қуанышымыз үлкен қуаныш. Біз бұны шынын айтсақ, осы отырғанда күткеніміз жоқ, кеткеніміз жоқ. Әгі ағына қарап қартаясын дейді, мына қыздың өсіп, өніп, мынандай үй болады деген ол ойымызда да негізінде ешкім жоқ. Енді Алланың бұйрығы дей ме, неменде, сол секілді мына бізді осы көшеде бүгін жаңа көріп отырмын көшелерінде. Бұлар енді жастар ғой. Сондықтан да айналайында мына бүгінгі керемет күн. Күн болғанда керемет күн, керемет той. Бұндай бір нәрсе деген енді біздің ауылда, біз көшемізде, біздің ауылымызда бірінші рет болып отыр. Бірінші рет болып отырғаны, Ырзабай мен Күлара деген бұл біздің енді көршілердің ортасы болғанда ең бір керемет адамшылық қасиетімен ортада адамшылық бір-бірімен қатынаспен көрші болғанға деген дәлелмен бұл деген керемет адамдар. Мен ана кім Әмірдің Құдарын мен баяғыдан білемін. Бұл кісі ең мен өзі шабалғандықпын. Ол кісі баяғыда көшіп келгеннен кім екенін, не екенін осы үйге деген. Сондықтан осындай әмірмен құда болып жатыр деген мәйді жақсы болған екен. Берсен жаман адам емес, мен білімше дейді. Сондықтан мен ағайын туғандар мына той құтты болсын. Мына екі жас мол бақыт, ұзақ өмір иесі болсын. Мына енді айтатын сөз жоқ. Біздің бүгінгі қуанышымызда, біздің елімізге. Сондықтан да мына той, біздің ауылдың тойы, той біздің көшенің тойы. Мына Клара мен Ырзабай деген бұндай дегенде айтатын сөз жоқ. Бұлар керемет адамдар, керемет адамдар. Досым болса осындай болсын, ағайын болса осындай болсын. Бұны енді сондықтан да әмір сендерге Құдай енді аспаннан дейме, неден дейме сондай бір керемет сыйлық беріп отыр. Ол күні біздің баламыздың атында. Сондықтан да айналайын. Ағайын туған туыс, бұл тойда болған көп қауым тойдарыңыз құтты болсын. Әрқайсымызда осындай той болсын. Бүгін мына той деген өте жақсы бір той болып отыр. Мен көп тойда болдым. Мен жасым жоқ ғой. Мен сондықтан көп нәрсе көрдім. Бірақ мына бүгінгідей жақсы, жай той боласын жандар. Ал құрметті қауымға тынышталамыз. Мен тыңдаңыздаршы, маған қараңыздаршы, қандай әдемі күн. Тыңдаршы. Ал құрметті мынау көршіміз Клара, Ырзабай. Балалар бақытты болсын. Бұл үлкен қуанышқа бүгін жасап отырсыздар. Тағы да бері қараймыз маған қараймыз. Балалар, балапандар, енді бізге кішкентайсыңдар ғой, дегенмен де осы жазда ағай біздің есіктің алдында көп жүреді. Сонда ойлайтын тұрмын, мынау бәрі жастар ғой, қатар ғой, бір-біріне келіп жүр ғой. Тағы да қасында жас қыздар бар, осы мына қыз келеді, көп ағайын ертіп алып. Сонда ойлайтын тұрмын, мынау біздің Насиба молодец, жастардың мынау лидер екен деп қуанатынмын. Сөйтсе, мінекей лидер болыпты, молодец, бақытты бол, әрқашанда осылай бол.
olsun, ömürlü şükürlü olsun, müziğin büyüsün, yedi yerevli kalanı, kalkında kalalı, жақсы bir kelin болғай. Бақытты olsun. Al dediğimiz gibi hürmetli kalayım. Bəyimiz olsa ona kuanç günleri jinaat kalkmaz. Olsa kızımızla dilimiz bakın. Vargan yerine taslaysın, sulay batsın. Dediğimiz buna. Şahırdalarındaki adamlarımız kutlu olabilsin. Toyumuz toyga olmasın. Alabilirse köle şılı olsa beş köyde üstü puanı kölüp oturabilir. Құрметті тойшылар, тойлар құтты болсын, тойлар барлықтан қыз ұзатпаған бала үйлендірмеген жұғысты болсын, жастар бақытты болсын. Ал мына Клара Ырзабай, тұла бойы тұңғышың ғой сенің деген. Қимай тұрған шығасың ішіңден бүкілдеп. Балапандай байқаған, жұмыртқадай шайқаған, аспандағы жұлдызың, маңдайыңдағы құндызың, жалғыз қызыңды ұзатқалы жатырсың жарығым. Жолы болсын қызыңның, маңдайы болсын, бақытты болсын, шапырағы жайылсын, барған жерінде келіннің аяғынан тойшының таяғынан дейді ғой. Сол біздің нәсиба құдалардың үйіне құт береке, аяғы түссін, жапырақтары жайыла берсін қыз күйеудің. Сол құдағилар алған төрлеріміз құтты болсын, мықты болсын. Ал той қыласын, барлықтарымыз аман есен, тойда кездесейік. Шілдехана емес тойда кездесейік бәрімізде. Ал жастардың жапырағы жайыла берсін. Енді жас көршілерден де бір керемет тілек болсын. Сырты жұқары шығуға көршілердің атынан сый-сияпат, ақшалай сый-сияпатты қазір ағар табыстайық. Жастар жағымыздан, осында жаңа айтып екі дина бар дейді бізде. Мен мына Динаны білмейді екен, бірақ мына кісі Дина менің сынып жетекшім болған кезінде. Б сыныбында оқығанда маған айтқан дейді, адам болмайсың сен. Зато тамада бол. Кеңіз, қай Дина сөйлейді? Абай, кеңіз. Ырзабай Клара, неге бүгінгі беріп жатқан құттықтауларыңызға құтты болсын, той-тойға ұласа берсін, насиба бақытты болсын. Неге қанаттыға қақтырмай, тұмсыққа шоқтырмай, көздің қарашығындай қылып, асырап, мәбелеп, сондай тәрбиелеп, содан ұзатып жатсындар, Құдай бақытты болсын. Сөз кезіңізші, маған айқайлағанда күш беріңіз ғой десем мен кеңіз бір тілек. Бүгінгі той құтты болсын, жастар бақытты болсын, ұзағынан болсын, жосты болсын бізге. Өсіп өңсін, бәрімізге бақытты болсын. Рахмет, ұстаз, тілегіңіз қабыл болсын, рахмет. Ренжімеңіз қалжыңда отырған ғой. Ал енді аман болайық, көршілер мұң жасаңыздар, тілек қабыл. Жүздерге шарқын тапқандарыңыз алтын көлі ойнап жадырап жайнап, әрқашанда осылай көшінің көлі болып жүре беріңіздер деп тілегім келеді сіздерге. Ал енді сый-сияпатты қазір табыстаймыз ғой. Одан бір фотоға түсіп алайық. Фотода конвертті көрсетіп тұрмыз аға. Дәлел ретінде. Осылай. Ал келіңіздер, ортаға жақсы бір фото сурет болсын. Құрметті той иелері, Ырзабай ағамыз бен Клара анамызды ортаға алып, көршілермен бір жақсы фото болсын. Клеп сатсаң көршіге сат, бір шетінде өзім отырасың деген. Жақсы бір фото сурет болсын. Ал төрлетейік, билеп жайғасыңыздар. Кино өзі қызық жерінде бітеді аға. Әр қызақ тәтті жерінде біткен дұрыс қой, тегіңіздер жайғасайық, ойып тұрып орындалайық. Көршілер аман болыңыздар, жаңа жайсан әрқашан аманлықты кеудесіне той етіп жүретін. Көршілер аман болсын деген келеді ағайындар.
мүшесі той жасаған тойдың иесі болады деген құрметті қадірлі ағайын. Сол себепті қазір мен ортаға сіздердің құрметтеріңізге даладай көңілмен ақ дастархан жайған, алтын уақыттан қиған, алтын ел мейрамханасына барша тектілерді жиған Рзабай ағамыз бен Клара анамызды ортаға шақырып бір керемет рахмет ақ тілегін тыңдап алайық. Ал шапалақтай амаңыздар, той иелері! Сауыр, сіздердің ақ тілектеріңізді 5 сағат тік аяқта тік тұрып тыңдаған той иелерінің 5 минут айтатын тілегін сәл сабыр сақтап тыңдасақ па деген ниетіміз бар ағайындар. Құрметті жастар, міне Насиба, сіздің әкеңіз бен анаңыз келді. Бұл қуаныш мына адалынан жайылған ақ дастархан бірінші сіздің осы көңіліңіз, сіздің осындай абыройыңыздың құрметіне жайылып жатыр. Бұл кісілер енді шыны керек, әкесі мен анасы бар адамның басында алтын тәж болады. Оны тек қана әкесі мен анасы жоқ адам ғана көреді деген ағайын. Жастар алтын тәж жерді әрқашан алақандарыңызды алып өтіңіздер. Енді әкенің тілегі жүзінде емес жүрегінде жатады, тілінде емес тірегінде жатады деген бірінші рахмет ақ тілекті мен өз басым Рзабай ағамнан бастасам ба деген ниетім бар ағайын. Негізінде тойдың жақсы өтуі тойды басқарып тұрған асап аға емес, осы тойға келген саналы бағалы ағайын туысқандарға байланысты деп жатады. Негізі мына тойдың жақсы өтуі ол сіздердің тектіліктеріңіз, сіздердің осы ортаға шығып айтылған ақ тілекті тыңдап, осы тойға атсалысып отқандарыңыз, бұл той жақсы өтті ағайын. 99% той иелері тойдың жақсы өтуі бірінші той иелерінің көңіліне, екінші осы тойға келген ағайын туысқандардың көңіліне, жай ғана 1% менің өнеріме байланысты ағайын. Ал енді сіздерге осындай адалынан ақ дастархан жайған ағамызға үн таяқшамды ұсынайын, рахмет ақ тілекті арнасаңыз болады аға. Бірақ қобалжымаңыз, әке деген енді қыз балаға жақын ғой ағайын. Қыз бала тілекші ғой, ұлға қарағанда. Өйткені менің бір қызым бар, бір балам бар ғой. Аллаға шүкір, 2 баланың әкесіміз. Өзімізді ойлаған жоқпыз ғой. Кеше ғана жүрген бала еді, бүгін 2 баланың әкесіміз. Мен байқауым бойынша осы ұлға қарағанда қыз бала жақын болады екен адамға. Менің 2 әпкем бар, 2 ағам бар. Мен 2 ағам бөлек шыққан, 2 тәтем тұрмыста бөлек тұрады. Мен ағаларымның үйіне барғанға қарағанда, мен әпкелерімнің үйіне барған жақсы көріп тұрам ағайын. Өйткені ол үйде әпкем мені тыңдайды, жесем әпкем тыңдайды. Ал ағаларымның үйіне барсам, сол жақта жыным келеді, жеңгем туысқандар әмелері жүреді, жыныма тиіп бар ғой. Таң қалам өз басым. Сол себепті ойлаймын да, қыз бала деген әкеге жақын ғой деп. Сол себепті жаңа естіп жатырмын, тұңғышымыз екен, жақсы бір тілекті өзіңіз арнаңыз. Мен сіздерді шыны керек, қыз ұзатып жатқан әке мен анаға вообще ұқсатқан жоқпын әкесілер. 30 жылдықта жүргенде екеуі. Жас көрінеді дегенім ғой, риза болып отырмын. Аға, жасыңыз қаншада? 50-де. Вообще ұқсамайды 50 көрін ма? Шыны керек, 25 берем мен нәрсені. Ал, үлгірген үміт дейді, ота жарған жігіт дейді. Ағамды қызын ұзатып жатыр деп кім айтады? Өзі әлі үйленбеген жігіт дейді. Кеңсі. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым, құрметті ағайындар, достар, бауырлар, құрдастар, баршаңызға рахмет, біздің қуанышымызды бөлісіп келіп отырғандарыңызға. Құрметті құдалар, төрден алған орындарыңыз құтты болсын.
әрдайым жақсылыққа қатысайық. Ал қызым, бақытты бол, әрдайым күліп жүр. Бақыт тілеймін, баршаңызға осы той жұғысты болсын. Рахмет баршаңызға. Енді әкем сілектарына да Насибаның анасына берейін микрофонды. Негізі бәрінің үйінде болады шығар. Біз негізі әкеге қарағанда баланы, әкеге қарағанда ананы қатты жақсы көріп тұрамыз ғой. Үйде ананы іздейміз, маманы іздейміз ғой бірінші. Үйге барып, мама менің анауым қайда, мама менің мынауым қайда, мама ана нәрсем қайда тұр, мама мына нәрсе қайда тұр деп, бала мен қыз әрқашан әр нәрсені проблемасы, қайғысы, қуанышы болса, анасын айтады, анасын іздейді. Анасынан бір-ақ нәрсе сұрайды. Әкесінен бір-ақ нәрсе сұрайды, мамам қайда деп. Сол себепті осы анамыздан тілек болсын. Ініңнен сенің ояндым, көзіме бесік таяндым, әлдейін кетпес құлақтан, анашым менің аяулым, анашым менің ақ бұлағымсың, шаттық әлімсің шалқыған, көрсем деп жылы жүзіңді жеткенше аңсап алқынам, немерек барын ұмытып еркелеуге де талпынам деген. Ал енді осы ерке қызыңызға еркелеп тұрып тілек айтуға болады. Только жыламаңыздар, сіздер де үйлендіңіздер ғой, олар да үйленсін да. Бүгінгі кештің себепшісі қызымыз күйеу бала бақытты болыңдар. Тікен отауларың биік болсын. Мына тойға жиналған тойшы қауым бәрімізге де рахмет. Мына сонша жерден жол басып келген туған туысқандарым, ағайындар, енеме, мына көрші қолға бәрімізге де рахмет. Құдалар көрген алған орындарым құтты болсын. Класстастарым, қастарым, ағайындар бәрімізге де рахмет. Жұмыстастары бәрімізге де рахмет. Бәрімізге де жұғысты болсын. Мына балалар бақытты болсын. Рахмет. Мана тойды басқарып жатқан тамадаға да рахмет. Болды ғой, той бітті, керек емеспін ғой мен. Кларада айтуыңызға болады ғой, рахмет деп маған. Ақшаны берсең беріп жатқан шығарсың, бір рахмет айтуға болады ғой. Мына кісі дым білмеген дейді тұр. Микрофонмен айтпайсың ба? Кларада өзіңіз. Бала сағанда рахмет. Бірақ күткен жоқ мені мақтайды деп. Жалпы Завайға ризасыз ба? Ризамын. Жақсы өтті ма той? Көңілдегі дей ма? Онда 30 мың қосыңдар. Қазір отырып қосамыз дейді. Иә, қосып атқан шығарсыз. Енді ағайын, жалпы құрметті қадірлі ағайын бәрі қалжың ғой. Осы жерде енді мен өз басым асабалық ретінде асабалық міндетімді атқарайын деген ниетте осы люстрасымен жарық қылған, тағамдармен қарық қылған, стакан алып келді айғайлағанда күлім деген, жүгіргенде сүрінбеген алтын ел мейрамханасының даяшы қыздарына және де бүгінгі күн ертеңге тарих осы кешті керемет аспаға түсіріп жақсысын асырып жаман жасыратын голд фильм ұжымының басшысы Берік Бекетұлдарыңызға және де бүгінгі тойда арнайы сіздерді әсем әндермен билетіп жатқан 12 ата баюлы, руы алаша, әрбір қойған музыкалары тамаша, өнердегі ағам, жалпы сағындығым Сәбитұлдарыңызға, Алла қаласа міне енді тай-тай басып жатқан Жанболат Асаболдарыңызға рахмет деп бір шапалақ соғып қойға болады ағайындарым. Енді құрметті ағайын, мен тойдың басында айта кеткен болатынмын, маған шапалақ керек емес, өйткені мен шапалақсыз кез келген тойды басқарамын. Сіздер тойға шапалақ ұру үшін емес, той тойлау үшін келесіздер. Сұрап алған шапалақ сұрап өткен шоколадпен тең деген ағайын. Бүгінгі тойда 150 адам болды. 150 адамның бірде көңілінен шығу мүмкін емес. Бүгінгі тойда біреуге ұнап, біреуге ұнамадым. Мен ұнатқандар тойда жолғайық, ұнатпай отқандарға айтарым, маған ренжімеңіздер. Мен де сіздерге ренжімеймін. Қазақстанда не көп, тамада көп. Мен болмасам басқасы да. Рахмет! Ағайындар, тойбастарды ортаға шақырайын. Баяғы апам айтып еді, мен тойдың соңына дейін шыдамаймын-ау. Асаба мырза, мен тойдың соңына дейін шыдамаймын-ау, бірақ тойбастарды қимаймын деп.
Сол себеп тойбастар демей отқан жандарға тойбастар берейік аға. Тойларыңыз тағы да құтты болсын. Ау! Тойбастар! Түр қайшылап қазанаттарың, бақпен бабы сай келсе озағаттарың, ауылдың бәйгенің алдынан келсең, көкке лақтырып өркіңді Oğlum olunca kalmasın olmayı. Dostlarımızın bereketi görsün, dostlarımızın bereketi görsün. Benim verdiğim akla diye iyisini sınavla bak görsün, beresini saklasın, ağır görsün, onu saklasın. Millette ulan millet bu işlerin ucunda bravo olup, cüzdat iyi olup, dostlarımızın her takıp, ağır bravo oluruz. Seviyorsun olan dostlarımız vakti olsun, vaktinde uzaklık çekiyorsun. Oyunuz oynasanız. Ağlaylar, toy ötür жоқ жайғадан мәресіне жетті. Үмітті түдетпетті осымен Сұлтан әлімазы қолдарыңыздың жұмысы бәтті. Баршаларыңызды қазір енді ұзату рәсіміне шақырсам ба деген ниетім бар. Қазақтың қарагөз қыздары ерке қызымыз ұзататын болады. Нәсибаның арнайы бойдақ қыздарға дайындаған үкісі бар екен. Бүгін ертең тұрмысқа шығып кетемін-ау дейтін ара бойы қыздар. Нәсиба қасына жақындаймыз, үкі аламыз, ұзату жұмыс болсын деп. Нәсибаның қолынан үкі жарасу рәсімі. Ал ендеше, ал ендеше ізетті қыз, өз көздерін көкпеген, дұрыс болмас илалдынан өтпеген, алдарына шайқадан басқанда, ұзатылар қыздың жаны сөкпеген. Қазақ ежелден атушын қылып, қызыма өз ясын ұзатылға жатқан кезде, бұрынғы кезде шаны таратқан екен. Шарығы ұзатылмағаннан қыздың өзінің тұрмыс құрмаған бойдақ тұғыларына менен кейін сен ұзатылған кезде, сексия қатынатқан кезде, қазіргі кезде үкі тарату рәсімі. Қыздар мен тұрмыс құрмаған бойдақ қыздар беріп үкі алса.
өз қолымен ораман, көздері бар, имаш жасасын. Барған жердің салт дәстүрін сақтайды, өз жұртының мұқ-сенімін ақтайды. Не болса да сол жырына сіңісі, сүйір болар, күйеуді жақтайды. Әжесі ақ батасын беріп қызына, ақ жол келсін. Әуелі Алла қолдасын, еш жамандық болмасын, маңдайың болсын, бақытың болсын, игілігің болсын, маңдайыңнан берсін, қатарының алтын ұқайсын, аңсаған армандарыңа жетпейсін, құсағымен құсақ арқайсын, тең қартайып тең жүргейсін, ата-аналарыңның алғысына қарайсың, алғыс алсаң өнерсің, өсерсің арттай. Маңдайың болсын, бақытты болсын, бақыттың ішінде бәрі бар дейді ғой. Жолың болсын. Сіз